Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Мен балаларым әпке мама бургер жасап берші дегесін. Менің жалқаулығым ұстап, қамыр илегім келмей, оны ашыту керек, күту керек. Қарасам, біздің үйде қатқан бауырсақтар бар екен. Ал қазір бауырсақтан мен сендерге көштілетіп бургер жасап берейін деп, бауырсақтарды дәл осындай ортасынан бөліп алдым. Бізге керегі колбасаларды дәл осылай турап алдым. Қызанағымыз турап аламыз, қиярымызды турап аламыз, сыр, пияз, бізге керегі кетчуп менде жоқ екен, мен аджика салдым, әші, пиязды балдарға салған жоқпын, өзім жейтін бургерге ғана пияз салдым, қалғанына пиязсыз жасадым. Майонез керек болады, сыр керек болады. Міне, дәл осындай барлығын мен турап алдым. Міне, менің каналымда осы бауырсақтан, қатқан бауырсақтардан сухариктер жасағам. Егер жиындардан қалып кеткен дәл осындай қатып қалған бауырсақтар болса, балдарыңыз жемей тұрып қалса, дәл осындай бургер жасап беріңіздер. Жұмсақ, әп-әдемі, дәмді, тез-ақ дайын болатын бургер болып шығады. Міне, сырымызды да мен турап алдым. Ал енді міне барлық ішіне салатын заттарды турап алдым. Бауырсағымыздың ішіне міне колбаса салдым. Колбасаның үстіне майонезді жағып алдым. Үстіне қызанағымызды қойдым. Қиярымызды қойып алдым. Енді үстіне міне мен дәл осындай аджиканы, дәл осындай майонез қолданамын. Енді үстіне аджикамызды жағамыз. Енді үстіне сырымызды салып, міне біздің бургерлер дайын уже. Қазір барлығын мен жасап болғаннан кейін микроволновкаға 2 минутқа қоямыз. Солмен біздің бургерлеріміз дайын болады. Ал міне менің бургерлерім дайын. Енді микроволновкаға салып 2 минутқа жылытып алатын боламын. Ал міне микроволновкаға саламыз бургерлерімізді. Мен тарелкаға салып алдым. Енді үстіне микроволновканың осындай қақпағын, тамақтарды жылытқандағы қақпағын жабамыз. 2 минутқа қоятын боламыз. Ал міне дайын болды. Арада уақытымыз өтті 2 минут. Міне сырларымыз еріді. Енді қатты еріген жоқ. Тағы бір 15 минутқа қойсаңыздар, 15 секундқа қойсаңыздар, одан да қатты ериді. Міне біздің бургерлер дайын. Иісі өте керемет, айта алмаймын, өте дәмді болып шықты. Түскі асқа дайындап берсеңіздер, өте таптырмас, дәмді әрі тойымды бургерлерді үйде жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде кері байланыс болады.